2010 не тыңдайсың деді маған. Сол кезде көрдім музык үшін мені жамандаған, бірақ қараларды тыңдағаным арланбаған. Сол кезде пайда болды қара бала армандаған. 2011 дауыстап айта бастады, қара баланы қара жаққа бөліп тастады. Мектепте қойылатын баға 3-тен аспады, жиналыстағаннан жерден алып жерге тастады. 2012 мама оқимын жақсы, жиғанына сыйлады, ноут болсын деп қатарласты. Сабақ емес басқа нәрсеге көзім түсті, адубал пишін ноуттағы көп түсті. Есімде тапсырғаным темір шөлмек жинақ, алғашқы табысыма алдым микро 2000-ға. 2013 балмұздақ студент, жолым болды мама грантқа мен түстім деп. Хабарласқан кезде анам маған қуанышты, өмірде қара бала жаңадан бір бара қашты. 12 мыңды бір айға жетіп жаратқам, сол жылы түсіп қайта айырылдым гранттан. Үйге бармын естіртпе жаймен көшеде жарнама таратқам, құлақта құлақ қап акиматтың алдында. Арлы-берлі барады демал алмай шаңына, ресторанда жаймен арлы-берлі тамақтас. Даяшы боп жүргенім сабаққа да қабаттас. Сол кезде ұйқы бұзылды, қызыл көз қызыл тамыр, не болса да құлағымнан тастамады музыканы. Мен Хауай 8 ең алғашқы махаббатым, райым деп қойылды сол кезде лақабатым. Үлкен арманыммен келді ауылдың қара баласы, студияға Диди Рекордс деп аталатын. 2014 жақын таныстық ағаммен, тынысы кеңейді, мен мақтандым ақ жағаммен. Қуанамын танысқаныма сендей адаммен, кездеспесек кім боларымды білмеймін тіпті шамамен. 2015 жинала бастады топ, арамызда тек мен дейтіні жоқ. Барлығы бірі үшін, бірі барлығына, көңіл түсірмедік, болмаса да қарын тоқ. 2016 жаймен деп қадам бастым, музыканы түсініп ағаммен қатар бастым. Байқады қара баладан бір дүние, сол студия айналды менің үйіме. 2017 қолжында әндер жиналды.